Сәлем достар, сіздермен бірге біліп жүремін каналы. Біз бүгін сіздермен Майнкрафт ойнайтын боламыз. Екінші бөлім. Выживать ететін боламыз. Өткендегі бөлімді менің видеомнан көрсеңіз, сода түсінетін боласыз. Ал кеттік ендеше бастаймыз. Және де бізде бүгін қонақта Баха KZ. Сәлем достар. Ал кеттік ендеше бастаймыз. Достар, ұнаса лайктарыңызды басып отырыңыздар. Достар, менің арнама да кіріп отырыңыздар. Баха KZ деген. Менің арнамның аты Баха KZ. Достар, бүгін өте қызық болады. Кешегі бірінші бөлімімізді аяқтайтын боламыз. Аяқтамаймыз. Сол бөлімді жалғастыратын боламыз. Достар, бұл әлі 3-ші бөлім, 4-ші бөлім деп кетуі мүмкін. Сол үшін лайктарыңызды басып мені қолдап отырыңыздар. Ал кеттік ендеше. Подписаться басып, және оның қасындағы қоңыраушаны басып отырыңыздар. Сол кезде сіздердің міне біздің мынау бірінші бөлімде соққан үйіміз. Енді мықты деп айта алмаймын енді. Болады бізге орташа. Елді бұны сәндеу керек, жанына бау-бақша солу керек. Әлі жұмыс көп достар. Сол үшін лайктарыңызды басып, мені қолдап отырыңыздар. Міне Бақтияр кірді. Баха KZ. Ағаш қаз. Менде бір жын бар. Тұра берсін. Менде жоқ жын. Мен не істеген жоқ па? Менде 11 ағаш бар. Менде бір-ақ ағаш бар. Тапор жасап алу керек не? Сол тапор жасап алу. Сосын бірінші үйді бітіріп алып, кішкентай қалды. 2 минут. Бүгін что-то тамағым ауырып тұр достар, ренжімеңіздер. Ағаш құлаған ба? Қанша ағаш бар сенде? 15 ағаш бар. Болды, жүр кеттік. Сен кирка жасап ал да, булыжник қаз. Мен ана не істейін, крышасын жабайын. Әлі достар, 2-ші этажын соғамыз. Әлі жұмыс көп. Сол үшін менің видеомды қалдырмай көріп отырыңыздар. Мен полын қаза берейін онда, я? Сен кирка жасап алсай. Ана төбесін жап та. Крик жасап ала салайын ба? Крик жасап берші маған. Жылдам қазып тастайын. Кәс. Айт бізде. Қанш болды. Міне күрек. Тастадым. Есті бір жерсің болды сақ қойғаттан. Алдың ба? Күректі алсай. Қан, қай жерде? Верстактың асылы. Рахмет. Мен өзіме тапор шытке олайым. Ағаш қазбайын, не істе? Қаши. Керкас деп отыр. Керкас дедім. Қанша жын бар сенде? Біреу. Мен булыжник қасып білейін. Достар, лайктарыңызды басып отырыңыздар. Булыжникті азып атырым. Саған булыжник керек па? Достар, булыжникті түсінбей отырсаңыздар, ол жердің астындағы тас. Соны керкамен қазамыз. Новичоктар болса Майнкрафттан. Бұл Майнкрафт өте қызық. Басып алсаңыздар, сетевой ойнауға болады. Оның өте құпиялары көп.
Пролар оны қатты білетін болады, пролар. Нубтар ол жерден үй соғып сүйіп жүреді. О үшін нубтарды мен ұната бермеймін көбінесе. Өзім проны ұнатам. Көбінесе бәрі проны ұнатам. Келесі жолы осы серияны бітіргесін сәлем көшіріп түсіреміз, достар. Иә, достар. Сол үшін лайктарыңызды басыңыздар. Аямай. Мен енді жаңадан YouTube түсіруді бастадым. Сол үшін қобалжып отырмын сәл. Сол үшін кешіріңіздер, сөздерім анық шықпай жатса. Қателіктерімді түсініп отырыңыздар. Достар, мен өткен жаңадан YouTube түсіруді бастадым. Осы жақында бастадым, бір ай бұрын. Әлі көп нәрсені білмейдім, біле бермеймін. Не істеп отырсың? Сол үшін кешіріңіздер. Ағашқа пол соқпайын ба? Пол. Сондай ағаштар болса қазып ал. Так. Жердің астында басқа нәрселер шығып кетті. Андезит деген ба? Иә. Олар көбінесе керек білмейді. Түскеде де андай не істесең, құм сияқты. Иә. Сонысын жеп көремін. Жерден қайта шыға берді. О, алматы достар. Талдың астынан талдан түсті ма? Талдан түспейді. Салма, талдан түсетін жақсы көремін мен ше. Мен достар, қолын соғып. Достар, ренжімеңіздер. Келесі серияларда Әлішер KZ дегендерді шақыратын боламыз. Күтіңіздер, достар. Орыстар болса жди. Ой, ё-моё. Және де Әлішер KZ деген баланың да арнасына тіркеліп кетіңіздер. Иә. Оларды ютубер, сосын Мадияр Тұрсынов деген арнаға да тіркеліп кетіңіздер. Қырық бес бужник болды менде. Қазір киркам біткенше қаза тұрайын. Ағаш бар ма? Қалай кеш? Табор істеп берем қазір өзің қазір кетіп қал. Табор екеумізге қылыш. Печка жасау керек. Үйіміз әдемі болып қалыпты кішкене. Қазір мен Сен табор істеп берейін. Бұл Лужниктан ба? Иә. Үйіміз әдемі болып қалды кішкене болса да. Мен терезелерін қаза берейінші. Әлі терезе әлтелі керек, иә? Өзінен істеп отыр. Табор істеп отыр. Табор. Міне, ал.
Рахмет. Енді қалаш істеу керек. Осы. Мә қылыш. Кирка. Қазір кіргізді. Жаңа керегіміз заттар. Ана, яға, ана. Кирканы қазір істеп отыр. Балка істеп отырмын. Мә. Рахмет. Мен қазір келейін. Олай. Істей берасың. Печка істей салшы, екеуі ма істей сал. Печка. Қазір жетемеген қыз. Достар, қызық болып жатыр ма? Қызық болып жатса, лайктарыңызды басып отырыңыздар. Келесі бөлім міндетті түрде шығады. Әлі шахтаға кіреміз. Огород егіп, ферма ашып сөйтеміз, достар. Бақа кезет деген өзімнің інім. Сол үшін біз күнде бірге түсіреміз. Кей кезде Әлшер деген өзімнің нелерім келеді. Солар да еріп түсіріп кетеді менімен бірге. Сол үшін достар, күтіңіздер. Ал міне қолымыз да бітті. Енді төбесін жаба салайық. Төбесі қақырып, бәсе не үшін жап-жарық болып тұр деп қоямын. Қараңғы болды. Көрдіңіздер ме достар? Күшті болды. Печканы соқсайық. Шахтаға түсеміз ойын ба? Жоқ, келесі бөлімге қалдырайық, иә? Мә, печканы берем, өзің қой. Бердім. Огород дегеніміз ойын ба? Тағы бір печка. Тағы бір печка? Мына жерге. Жоқ, 3 печканы жерге. Сундук істеш. Менде жоқ. Ағаш менде бар. Мә, тағы бір печка бердім. Ал. Сундукта дайын болды. Ойымай. Сундукта да бір қойып қаласың ағашты. Дайын болды. Неге 3 печка керек қосында, я? Терезе ар жақта құм бар ма екен? Мен онда азық іздей берейін, я? Қазір құм әперем, сен терезе істеп. Ал достар, аха. Мен байқамай всегда денге қойып қойып, бәсе не үшін түн болмайды деп қойым. Достар, кешіріңіздер бұл үшін.
Бірінші бөлімде де сондай болған. Иә. Мен сол үшін жаңадан түсіріп жатырмын, сол үшін қателесіп жатырмын. Кешіріп отырыңыздар. Қанша жүн бар сенде? Жоқ. Не жүн біреу ақ? Қой іздеп жүрген жоқ. Менде бір жүн бол. Ой, Бұл ар жақта қой жүрген. бір бол. Аха. Менде бір жүн. Андай қырқатын қайшы істеп алу керек еді. Сол кезде 2 жүн шығады. Желез алу керек. Ол үшін иә. Есекті өлтіріп алайық. Керек емес бізге есек. Ат керек бізге. Мен қарным ашып жатыр. Печкаға Менде де қарным ашып тамақ жатыр. пісіріп істеу. Масқара қарным ашып кетті. Терезе соқтың ба? Терезе соққан жоқ, мына қойды өлтіріп жатыр. 2 жүн болды. Сенде бір төсек дайын, иә? Менде бір жүн. Да, бір төсек дайын. Оған мен ұйықтаймын кезек десең, иә? Ал енді зомбилар қырылып келіпті. Мирноға қойған жоқсың ба әйтеуір? Сондай ма? Қазір қойып қойыншы. Мен сондай қателесіп жүремін қайта. Мен ұмытам десе. Иә. Қателесіп жатсам кешіріңіздер деп қайта айта берсең, иә? Негізі пешіміз оған жақсы. Жоқ, нормальды да тұр екен. Нормальды тұра берсін, иә? Сложный алып қойын ба? Білеміз ғой екен, зашын, иә? Жаңыз отыр. С тобой. Достар, егер жаңбыр жауған кезде былай өзгертеді, қарап алыңыздар. Погода былай өзгертеді. Бұл шит емес, жай әшейін. Смена погоды деген бар. Сол ғой. Мені былай. Ағылшынша осылай жазасыздар да. Ой, ема. Бүйтіп жазасыздар, қазір көріп алыңыздар. Қара, мен тоқтап тұрам. Көріп, скриншотқа түсіріп алыңыздар. Ай, жоқ, бұл дұрыс емес, достар. Бұл мен өте қателестім. Біріншіден қоямыз. Правильно. Екінші осылай жазамыз қайттан. Міне осыны көріп алыңыздар. Смена погоды. Көріп алсаңыздар, мен алып қоямын. Қойсаңыздар, погода күн шығып ауысады. Міне смена погоды на ясную деп тұрады. Міне. Болды, достар, міне күн шықты. Жаңбыр қойды. Осыны білмейтіндер біліп, не істеп алыңыздар. Жазып алыңыз. Бұл өте керек нәрсе. Жаңбыр адамның андай не істейді да? Керек жасай ма? Маған өзіме ұнамайды. Маған өзіме ұнамайды да. Мен тамақ пісіре беремін онда. Мен өзіме сондай ұнамайды. Сол үшін Видео түсіріп жатқан кезде, иә? кедергі келеді. Қазір 55 құм бар. Песок ше, песок. Иә. Алып келейін бе? Песок. Саған 2 тамақ пісіріп қоямын. Саған 2 тамақ міне. Ал достар, азық іздейік қайттан. Азамат екен. Иә. Бақтияр үйден адасып қалды. Таппай қалды. Енді тапты зорға дегенде. Тауық тұр екен, өлтіре салайын. Аха, өлтіре сал. Кейін тауық несін ашамыз. Ферма. Иә. Сол үшін достар, лайктарыңызды басып, мені қолдаңыздар. Печка істеп, бір печка бар екен ғой тағы. 2 печка бар. Тағы бір печка істеу керек. О, кожа өртін. Қой жүрен. Қой алайын. Үйден адасып кеткен жоқсың ба?
Yok. Aynen тамақты алып ал, қарның ашты ойын. Ана отыр ғой. Печкадағы тамақ менікі. Мен тек қарным ашып кетті. Ағаш тұра берсін. Мен печкаға не істейсің, песок беремін саған. Лақтырдым. Зомби келді ой міне. Песок берген жоқсың ғой? Бердім ғой лақтырдым. Достар, жабайық. Әйтпесе зомби кіріп, адамның миын аштады. Қайттан өзіме алып қалды. Не үшін? Немене маған алып қалды? Маған алды. 55 па? Тінген жақтырады. Не бар ма ағаш? Отыз ағаш ақылысы керек емес. Болды дейміз, жап жарық. Садақшылардың байқау керек, ат жіберуі мүмкін терезеде. Терезеден тез жабу керек. Скелет. Мен что-то қорқып тұрған сияқтымын. Өзімше. Зомби келер ме екен? Зомбидің жаңағы дауыс шықты ғой, вәу деген. 4 терезедай болды, өзің қояды. Тағы не істеймін? Екінші қабатта болу керек. Жоқ, оны келесі бөлімдерде соғамыз. Зомби жүр. Жүр зомби. Қой? Жүр ма? Айттым ғой, зомбидің дауысы шықты. Несі уже сындырып бастап жатыр ғой. Сындырады, аша салайық. Ашпа, кішкентай зомбилар кіріп кетеді. Жаман сол кішкентай зомбиларды кім жек көреді? Комментарияға жазып кетіңіз астына. Ол деген сені өлтіріп тастауы да мүмкін ғой, достар. Жылдам ғой, жылдам. Еще көп кішкентай ма? Есіктен. Оның еші кіріп кетті ма? Әлі өлтіресің. Есік жал. Жап. Не? Мен төсек жазайын, версия қайықта. Менде 3 жүм бар. Версия ғана тұр ғой. 3 жүм бар менде. Менде 1 жүм бар. Верстакқа жазай бер өзің төсек. Сенде қанша жүм бар? Менде 1-ақ жүм бар. 1 жүм. Ол керек емес. Достар. Терезеден алып тастай салайын ба? Тұра берсін ба, елу берсін? Қашан ағаш болады, адам болады екен. Қай жаққа қойын төсек? Сөз қой, ар шетке, сундықтың қасына. Ал достар, сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, маған лайк басып кетіңіздер. Сау.